жасаған жерсеріктің қажетіне әйелдер бәрібір ғарыш қашпайды ғой. Есеп, қисап, программалау қыз баланың ісі емес. Одан да биге қатысуым керек еді. Қыз бала деген қуыршақ ойнайды, конструктор емес. Ұлы ғалым болу әйел затын маңдайына жазылмаған. Мен ағамын, сол себепті қарындасыма әрдайым қолдау көрсетіп, оған көмектесіп жүремін. Қазына қарындасым бұрыннан программалаумен әуестенеді, мен оған қолдау көрсетемін. Өзім зейнеткер болсам да, қызым үшін жұмыс істеймін. Жұртқа да солай айтамын. Балуза немеремнің құштарлығының арқасында робототехника айналысу, программалау жұмыстарын жүргізуде мен оның бірге басқа қалаларға да бірге бардым. Құдайға шүкір, 5 қызым бар. Және 5-еуінде өз армандары бар. Ол армандар батыл армандар. Бір өкініштісі біздің қоғамда осындай инженерлік және программалау салаларын тек ер адамдар жасау керек деп есептейді. Сонда қалай? Осындай ұшқары пікірлердің кесірінен менің немеремнің арманы күл болу керек пе сонда? Тұңғыш қызым машина жасау және аэроғарыш инженерия факультетінде оқысы келетінін естігенде, мен оның ауыр болатынын білдім. Бірақ мен қолдамағанда әкесі болып кім қолдайды? Қыз балалардың жүрегі өте кең, сол себепті білім және денсаулық саласында олардың көрсететін септігі және көмегі өте көп. Сондықтан біз оларға әрқашанда қолдау көрсетіп, оларға мүмкіндік беруіміз қажет. Мен немерем робототехникамен, программалаумен шұғылданады. Баланың келешегіне керек қой деп пайымдаймын. Мен де әрқашан қарындасыма алдыңа мақсат қой, алды қарай ұмтыл және арманыңа жет деп әрдайым қолдау көрсетіп отырамын. Қыздарым талантты, ақылды екенін күнде айтып отырамын. Мен білемін, мен қолымнан келмей жатса да мені әрдайым қолдайтын менің ағам бар. Менің атам, менің басты фанатым. Әкеміз бізге сенеді.